Мәдениет пен өнер ел өміріндегі өте маңызды сала. Өнер ұлттың жаны, ал мәдениет рухани келбеті. Бұл қос құндылықты өркениетіміздің өзегі деуге болады. Оны сақтап, байыта түсу ортақ парыз. Әбіш Кекілбайұлы мәдениет тарихы, түптеп келгенде адамзат тарихы деген қазақтың бітім болмысын оның төл өнерінен көруге болады деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Былтыр мәдени саясаттың 2029 жылға дейінгі тұжырымдамасын қабылдадық. Бүгінде мемлекет осы маңызды саланың инфрақұрылымын жан-жақты дамытуға баса мән береді. Тек соңғы 3 жылда ел аумағында 700-ден астам ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 168 жаңа нысан салынды. Мәдениет және өнер мекемелерін жабдықтау деңгейі біртіндеп жақсарып келеді. Соңғы 30 жылда алғаш рет бейінді оқу орындары мен мемлекеттік концерт ұйымдарына музыкалық аспаптар сатып алуға бюджеттен қаржы бөлінді, деді мемлекет басшысы. Өнер ұлттың жаны деп бекердеп түстемесе керек дана халқымыз. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихы мен өнерімен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлесімен танылып бағаланады. Әрине, өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендетуге баршамыздың ортақ мақсатымыз. Мәдениетіміздің өсіп, өркендеп келе жатқанының айқын дәлелі қазіргі таңда еңбекші Қазақ ауданы бойынша 22 мәдениет үйі, 156 штат бірлігі аудан, ауыл бойынша халыққа қызмет көрсетуде. Аты алтын адаммен әлемге әйгілі ауданымызда 4 мұражай қызмет жасап, құнды жәдігерлерімізді дәріптеуде. Қыраны көгінде, қонағы төрінде мекен еткен елді мекенде атбегілік, құсбегілік өнерде дамып келеді. Оның дәлелі Жетіқазыны Ассаға құсбегілер орталығы. Ауданымызда 22 кітапхана өз қызмет атқаруда. Мәдениет саласы бойынша 2024 жылдың қорытындысына сай 1400-ден астам мәдени іс-шаралар ұйымдастырылып, 197 мыңнан астам көрермен өз бағасын берді. Аудандық мәдениет үйі 1982 жылы салынып, 2017 жылы аудандық мәдениет үйіне қазақ поэзиясының көрнекті ақыны, еңбекші Қазақ ауданының тумасы Тұманбай Молдағалиев атамыздың есімі берілді. 2020 жылы күрделі жөндеуден өтіп, қазіргі таңда 17 үйірме, 5 халықтық атағы бар ұжым, оның ішінде ұлт аспаптар оркестрі, Картал би ұжымы, Сувенир цирк, Улыбка би ансамблі, Ирада би ансамблі жұмыстарын жүргізуде. Ал аудан көлемінде 144 үйірме, 2267 бала тегін дәріс алуда. Биылғы жылда 50 миллион қаражат бөлініп, ауданның және ауылдық мәдениет үйлеріне дыбыс күшейткіш аппараттар толығымен қамтамасыз етіліп, аудандық мәдениет үйінің сахнасына 60 квадрат метр көлеміндегі LED тақтайшасы, заман талабына сай дыбыс аппараттар қойылып, сахналық киімдер тігілді. Елдің бір қанаты мәдениет десек, кескін келбетін қалыптастыратын екінші қанаты спорт екені анық. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңадан тағайындалған спорт және туризм министріне бұқаралық және жасөспірімдер спортын дамыту, бұл салада барлық деңгейдегі бірыңғай басқару вертикалын қалыптастыру, бапкерлік құрамды күшейтіп, спортты ғылыммен ұштастыру бағытында бірқатар міндеттерді жүктегенінен хабардармыз. Соған сай, спорт саласы 300 мың халқы бар ауданымызда назардан тыс қалған кезі жоқ. Спортшыларымыздың да байрақты бәсекелерде топ жарып жүрген сәттері де аз емес. Бүгінде ауданымызда әрі 3 спорт мектебі бар. Онда 2724 спортшы тұрақты түрде спорттық секцияларына қатысуда. 105 жаттықтырушы жасөспірімдерге тәлімін беріп, қанаттарын қатайтуда. Қазіргі таңда аудан бойынша 390 спорт нысаны бар екенін тілге тиек етсек, оның ішінде 2 спорт кешені, 92 спорт залдары, 22 шағын футбол алаңы, 274 спорт алаңшалары бар. Спорттық шараларды ұйымдастыруда жоспарға сай атқарылып келеді. 2024 жылдың қаңтар-тамыз айларында ауданда 12450 адам қатысқан 135 спорттық іс-шаралар өткізілді. Оның ішінде ұлттық спорт түрлерінен 18 іс-шара 2750 адам қамтыды. Бұқаралық спорт бойынша өткен 268 іс-шара 9700 адамды қамтыды. Тұрғындардың дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар саны 116031 адамда 40% құрайды. Жыл басынан аудан спортшылары республикалық, облыстық және аудандық жарыстарда барлығы 1327 медальға ие болды. Оның 394 алтын, 452 күміс, 481 қола медальдар. Биылғы жылда спорттық нысандардың ауқымын кеңейту мақсатында Қазақстан, Бәйдібек би, Кескенсу ауылдарында 50 орындық спорт кешендері құрылысына, жобалау сметалық құжаттамаларына әзірлеу жұмыстары аяқталып, мемлекеттік сараптама қорытындысы жасалуда. Ашсай ауылында 50 орындық спорт кешенінің құрылысы жүргізілуде.
Келісім шарт бойынша құны 87.233,5 мың теңгені құрайтын нысанның қазіргі таңда 85% жасалған. Аудандық спорттық іс-шараларға бөлінген қаржы 14.325.000 теңгені құрайды. Шелек ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталып, 2024 жылдың наурыз айында ашылу рәсімі өткізіліп, қолданысқа берілді. Қазіргі таңда 750 бала тәлім алып, 26 жаттықтырушы жұмыс атқаруда. Арғата бабаларымыздан қалған асыл мұралар, қазақ хандығының іргесі қалағаннан бергі жиналған жауһар дүниелер әлем алдында абыройымызды биіктетіп келеді. Соларды насихаттап көкке көтеріп жүрген мәдени саласы қызметкерлерінің еңбегі оразан. Әрине, осы өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендету баршамыздың ортақ мақсатымыз. Десе де, спорт кешендері, мұражай мен кітапханалардың, театрлар мен концерттік ұйымдардың, халық шығармашылығы және мәдениет үйлерінің, қалалық және ауылдық клубтардың, ақындар мен жазушылардың рөлі ерекше. Олар қоғамдағы руханият пен спортты дамытуға игілікті адамгершілікті, қайырымдылық пен өзара түсіністікті өрістетуге жол ашып, үздік спорт және мәдени дәстүрді сақтауға, молайтуға ерекше мән беріп келеді.